10-шы тапсырма. А бағанында ұзындығы 2 дециметр, ені 45 сантиметр, биіктігі 1 метр болатын параллелепипедтің көлемін сұрап отыр. Параллелепипед деген мынандай фигура, яғни сіздер күнделікті көріп жүрген аквариум немесе кірпіштің формасындағы фигура. Бұның көлемін сұраса, көлем деген сөз ұзындығы көбейтілген ені көбейтілген биіктігі. Мына үш өлшемнің биіктігі, яғни ішіндегі сыйымдылығы, көлемі. Енді бұлардың берілген сандардың өлшемдері әртүрлі. Мынарда дециметр, мынарда сантиметр, мынарда метр. Сондықтан ең бірінші біз барлығын бірдей өлшемге әкеліп аламыз. Яғни барлығын сантиметрмен немесе барлығын дециметрмен қарастыру керекпіз. Мысалы, біріншісі мына үшеуін көбейтесіз, барлығын сантиметрге айналдырайық. 2 дециметр деген сөз 20 сантиметр. Яғни мен жазамын 20 сантиметр көбейтілген 45 сантиметр көбейтілген 1 метрдің 100 сантиметр. 1 метрдің сантиметрдегі өлшемі 100 сантиметр. Осы үш санын көбейтінсе, әлі көбейтпеңіз ештеңені. Мына жерде Б бағанында дәл сондай ұзындығы мынандай сандармен берілген параллелепипедтің көлемін сұрап отыр. Сондықтан бұларды да сантиметрмен көбейтіп 3 дециметр деген сөз 30 сантиметр. 30 сантиметр көбейтілген 12 сантиметр көбейтілген 2 метр деген сөз 200 сантиметр. Енді қараңыздар, мына екеуін салыстыру үшін барлықтарын бірдей сандарға қысқартуға болады. Мысалы, екі жағында 100-ге бөліп тастасақ, мына үшеуінің мынаусын 100-ге бөлейік, мына үшеуінің 200-ді 100-ге бөлейік, сол кезде 2-0 кетіп қалады, 2-ның өзі қалады. Енді екі жағында 10-ға бөлсеңіз, 20-ны 10-ға бөлгенде 0 кетіп қалады, 30-ды 10-ға бөлгенде 0 кетіп қалады. Сонда мынандай сандар шығады. Бұларды салыстыру оңайырақ әрине. Немесе мына 2-ні қысқартып жіберіңіз. Өйткені көбейтіліп тұрған кезде барлығын бірдей санға бөліп қысқартуға болады. Сол кезде бізде 3 көбейту 12, 36, оң жағында, сол жағында 45. 45 36-тан үлкен әрине, сондықтан А бағаны үлкен болғандықтан жауабы А болады.